Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте жұмсақ болып шығатын, дәмі деген тіл үйіретін, еттен жасалған бәліш, яғни мясной пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны толық көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Рахмет. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Одан кейін 1 қасық тұз, 1 қасық разрыхлитель 10 грамм және ерітілген сары майды қосып, жақсылап тұрып ұнымызды біріктіретін боламыз. Одан кейін жылы суымызды құйып, барлық қамырды біріктіретін боламыз. Жылы суымызды аз-аздан осы видеода көріп тұрғандарыңыздай құю керек. Одан кейін міне қамырымыз жұмсақ болып, оңай бірігетін болады. Енді қамыры жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шығады, өйткені бұнда май қосылғандықтан. Енді осы қамырды 15 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз демалдыруға. Сол уақытта мен өзіме керек начинкамыз дайындап алдым. Барлығын осылай ұсақтап турап алып, фаршымызға қосып, тұз бұрышымызды қосатын боламыз. Және жақсылап тұрып бір араластырып алатын боламын. Менің каналымда тағы да өте дәмді тағамдардың рецепттері бар. Оны подсказка бөліміне қойып кететін боламын. Ол видеоларымды да міндетті түрде қарап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Енді осы фаршқа 2 үлкен қасықпен май құятын боламыз, сұйық май. Және тағы 1 рет араластырып алатын боламын. Ендігі кезекте 15 минут тоңазытқышта тұрған қамырды, жақсылап демалған қамырды осылай 2 бөлікке бөліп аламыз. 1 бөлігін үлкен қылып алып, осылай оқтаудың көмегімен жақсылап жайып шығатын боламыз. Алдын ала противенді майлап қойдым. Одан кейін осы үлкен жайылған қамырды салып, ендігі кезекте жаңағы дайындалған начинкамызды салып, барлық начинканы жайып шығатын боламыз. Мына фарштан жасалған начинка өте дәмі деген енді күшті болып шықты. Міндетті түрде осындай пирогты жасап көріңіздер. Ерекше кешкі тағам. Тағы да айта кетерлік, менде өте көп кешкі тағам рецепттері бар. Оны конечная заставка бөліміне қойып кететін боламын. Ол видеоларымды да көруге ұмытып кетпеңіздер. Ал енді қалған қамырды міне осылай жаңағы кішкентай бөлік қамырымызды осылай оқтаудың көмегімен жазып алатын боламыз. Бұл бізге қамырдың жаңағы беткі бөлігіне қолданатын боламыз. Қазір көресіздер, міне осылай бетін жауып шығамыз. Енді барлығын осылай қолымызбен жауып шығамыз. Енді осы қамырды жақсылап беті ашылып кетпеу үшін осындай узор қылдырып, қарап отырсаңыздар, қолмен жақсылап біріктіретін боламыз. Енді 1 рет осылай көрсеңіздер, видеода дәл видеодағындай жасап көріңіздер. Жасау жолы өте оңай. Және қамырларыңыз ашылып кетпейтін болады, жақсы бірігетін болады. Міндетті түрде осылай жасап алыңыздар. Әйтпесе қамырдың беті ашылып кетуі мүмкін. Ендігі кезекте жұмыртқаның сарыуызын жеке аламыз да, осылай пирогтың бетіне жағып шығатын боламыз. Ол біздің пирогымыздың сары, әдемі болып пісетін болады. Міне дәл видеодағындай барлық жеріне осылай сарыуызды жағып шығатын боламыз. Енді пирогты дәл мен сияқты осылай беткі қабатын кішкене пышақтың көмегімен осылай жүргізіп өтеміз.
Егер достар, менің видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша ютубты бірге дамытайық. Осы менің каналымның жақсы дамуына кішкене болсын үлестеріңізді қосқандарыңызды қалаймын. Үлкен рахмет. Осымен біздің пирогымыз дайын. Өте дәмді. Қазір міне мен сіздерге кесіп жатқан жерін көрсетемін. Міне буына дейін шығып тұр. Дәл сол уақытта піскен бетте кесіп, міне көрсетіп жатырмын. Өте дәмді енді. Іші де толық піскен. Жаңағы морковь, бүкіл несі, начинкасы толығымен күшті болып піседі. Міндетті түрде осындай дәмі тіл үйіретін ерекше кешкі асты дайындап көріңіздер. Міне жаңағы қамырдың өзі жұп-жұмсақ болып пісті. Міне қараңыздаршы, қалай болып, сочный болып піскен. Міндетті түрде осындай пирог жасап көріңіздер. Ас болсын.